Бүгін Турцияның әр қаласында оқитын қазақ жастары болып, біздер бүгін Эсшекерде жиналдық. Бұл біздің Эсшекер деген қаламыз, біздің екінші Венециямыз. Күн қазақ елі эфирде Тұран тур бағдарламасы. Мен оның жүргізушісі Серікгүл Сұлтанғажы. Біз бүгін саяхатымызды Түркияның ең әдемі қалаларының бірі Ескішехирден бастап тұрмыз. Ескішехир аты айтып тұрғандай, тарихы 4000 жыл бұрын сонау Дориле қаласынан басталады. Әйгілі Порсук өзенінің жағасында орналасқан, бірақ жағажай көрінісі жазда өте әдемі болады. Ал күз-қыс айларында туристер көбінесе әйгілі Сазоба саябағына келеді. Бұл Ескішехирдің кішігірім Диснейленд паркі деуге де болады. Біз қазір осы паркке, жалпы Ескішехирге саяхаттап келген Түркияның әртүрлі қалаларында оқитын жастармен де танысамыз, олармен де сұхбат аламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Кез келген бала, тіпті баланы қойып, ересектердің өзі сиқырға толы әлемді көруге құштар болады. Сондықтан әлемнің түкпір-түкпірінде ертегілер елінің патшалығы көп. Әсіресе ең ірі Диснейленд Орландода екен. Мұнда келгендер ойланбастан бірден сиқырлы патшалық атты саябақты таңдайды. Түрік балалары да мұндай саябақтан құр алақан емес. Аққулы көлімен, суасты жануарларымен, қарақшы кемесімен әйгілі Сазоба саябағы қаладағы ең танымал орындардың бірі. Бүгінде бұл жерге тек түрік ағайындары ғана емес, туристер де арнайы келеді. Саламатсыз ба, құрметті көрермендер. Бүгін біздің қазақ жастарымыз Kütahya қаласына келдік. Біз әрбір қалада оқимыз. Қазақ жастарымыз Турцияның әрбір қаласында бармыз. Мен өзім Kütahya қаласында тұрамын. Және де сол жақта оқимын. Менің қалама қарағанда Eskişehir қаласы кішкене суырақ екен. Сол себепті біз кішкене жылырақ келдік. Біз дәл қазір Eskişehirдің бір саябағында тұрмыз. Бұл саябақ кішігірім бір Диснейленд болып саналады екен. Бұл жердің бір кішігірім достопримечательности. Сізді әрқашан осы жақта күте береміз. Менің болашақ мамандығым шетел тілдерін аударушы. Мен осы жақта әзірше тіл үйреніп жатырмын. Құдай қаласа, осы жылда төмерді бітірем. Содан кейін осы қалаға түсетін шығармын. Әзірше мен тек қана Kütahya қаласында оқып жатырмын. Болашақта басқа қалаға да саяхаттауға армандап жүрмін. Түрік халқы бүгінде Ескішехирді студенттер қаласы дейді. Оған себеп жоқ емес. Өйткені мұнда әлемнің түкпір-түкпірінен келіп білім алатын жастардың қатары жылдан жылға көбейіп келеді. Біздің университетімізде қазақ жалпы көп. Түркия елінде маған ұнаған нәрсе ол біріншіден түріктердің қазақтарға деген қарым-қатынасы өте жақсы. Менің атым Арай. Мен Анкарадан келген студентпін. Анкарадан келген студент. Тағы кім бар, кім қай? Сен қай қаладан? Анкарадан. Анкарадан. Менің атым Аңсаран. Мен Боудан келдім. Жаңа Қазақстанға ат салсамыз бірге достар. Ертегі қамалдың мұнаралары Түркияның әйгілі Галатасарай, Қыз мұнарасы және Топкапы сарайындағы Әділет мұнарасы сынды әйгілі ғимараттарына қарап жасалған. Барлықтарыңызға осы жерге келу бұйырса. Рахмет. Оның іші де ғажап. Балалар ертегі әлемінің әртүрлі құпияға толы кейіпкерлерімен танысады.
Бір қызығы көп мүсіндер оқулықтармен, яғни кітаптармен байланыстырылып жасалған. Ертегі қамалына кіруде қымбат емес, небәрі 6 түрік лирасы ғана, ол шамамен 150 теңге деген сөз. Одан бөлек Сазова саябағында су асты аквариумы бар. Онда Егей және Қызыл теңіз суларынан, Атлант мұхитынан, сондай-ақ Амазонка өзенінен әкелінген су асты жануарларының 123 түрі кездеседі. Бірақ біз бұл жолы аквариумға емес, әлеуметтік желіде өте танымал қарақшылар кемесін тамашалауға бардық. Şimdi biz Eskişehir'deyiz. Kazakistan'a selam olsun burada herkese. Анкара қаласына оқуға түстім. Анкара Хажы Байрам Вели университеті. Бизнес администрейшн мамандығы бойынша оқуға келдім. Турцияда оқудың плюстарын айта кетсек, Түркияда дипломдары жоғары бағалануы, қолжетімді, оқу ақысының қолжетімді болуы, және де ерекше табиғатты айта кетемін. Өте қатты ұнады, табиғат ерекше, климат ерекше бізге қарағанда. Барлығы ұнап жатыр. Merhabalar. Merhaba. Kazakistan'a selam söylemek ister misiniz? Teşekkürler. Merhaba, Kazakistan'a selamlar. Kazakistan'a selamlar. Selamlar Kazakistan'a. Bizden sevgiler. Teşekkür ederim ve Manisa'dan geliyoruz. Eskişehir'e, Sazova'ya ilk gelişimiz. Çok beğendik. Çok mutlu olduk. Şimdi korsan gemisinin içindeyiz, alt katındayız şu anda. Yatakhaneleri, Korsanların mutfakları, erzakların sakladıkları dolapları. evet, Hepsi burada. sanırım burada da tutsaklarını falan tutuyorlar. Evet, esir aldıkları. Esir aldıklarını. Bu şekilde. Tamam. Parkta başka neyi beğendiniz? Sadece burada mı oldunuz ya da başka şey? Hayvanat bahçesini çok beğendik. Akvaryumu, şu akvaryumu. Dünyasını çok Su dünyası çok güzeldi. Çok zevk aldık gezerken. Bu top. Bunun içine gülleri koyuyorlar. Sonra buradan ateşliyorlar ve bu patlıyor. Bir silah. Evet. Bir tanesi değişik. Evet. Balıkları da burada yetiştiriyorlarmış. Bak orada da tavuklar var, gördün mü? Tavukları yetiştirip yiyorlar. Balıklar ne yapıyorlar? Yüzüyorlar. Balıklar ne işe yarıyor? Onları yetiştirip yiyorlar. Бұл паркқа келіңіз.